7 сынып физика 290 БЖБ 1 тығыздық бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бірінші тапсырма: мензуркаларға қарап тапсырмаларды орындаңыз дейді. Қай мензуркаға ең көп сұйық құюға болады? Мына бірінші мензурканы алайық. Мынау 400, мына соңғысы значит 500 болады. Есептейміз. Ал енді мына 200 болса, сонда мына аралық бізде 40 деген сөз. 1 бөлік бар, 2 бөлік бар, 3, 4, 5 бөлік бар. Дәл солай келесін санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, 40-тан 5 ғой, ол да 200 болады. Мынау бізде 200-ге 200 қоссаңыздар, мынау соңғысы 400 болады. Қараңыздар, енді мынаны есептейміз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 бөлік бар. Значит, әр бөлік 40-тан деген сөз. Енді мына жерде есептейік. 1, 2, 3, 4, 5. Бұл жерде де 5. Значит, бұл да 400 болады деген сөз. Яғни 5-ті 40-қа көбейтсеңдер 200, мына жер 200 ет, 200-ге 200 қосасыздар 400 болады. Ал мынау 1, 2, 3, 4. 4-еуі 100-де сонда. Значит, әр аралығы 25-тен деген сөз. Мына 1, 2, 3, 4. 5, 6. Мынаған 250 кетеді. Енді айтады, қай мензуркаға ең көп сұйықтық құюға болады? Ол бірінші мензурка болады. Келесі: қай мензуркамен сұйықтың көлемін ең аз қателікпен өлшеуге болады дейді. Бөлік құны қайсысында аз, сол мензуркамен көп қателікті аз өлшейміз. Ол мынау бөлік құны қарасаңыздар аз. Бөлік құны дегеніміз ең жақын екі сызық бір-біріне. Сол бөлік құны деп аталады. Ол бізде 4 болады, мынаның жауабы. Қай мензуркамен ыдыстағы кофе көлемін дәлірек өлшеуге болады? Ол жерде тура осы, бұл жерде де 4 болады. Бөлік құны ең азымен кофенің көлемін дәлірек өлшейміз. 1 литрлік ыдыстағы су көлемін қай мензурка көмегімен тез өлшеуге болады? Қараңыздар, жалпы 1 литр дегеніміз ол 1000 миллилитр ғой. Енді мынаған біз 1 рет 500 миллилитр қоямыз. Енді 1 литр 1000 миллилитр болғандықтан тағы да 500 литр қоямыз. Сол арқылы 2 рет тез өлшейміз. Жауап 1 болады мына жерде. Бірінші мензуркадағы сұйықтың көлемін анықтаңыз дейді. Бізде бірінші бөлік құнын анықтайық. 1, 2, 3, 4. 4-еуі 100-ге тең. Значит, бөлік құны мынада 25 болады. Енді қараңыздар, 200, 225, 250, 275 болады. Жауап 275 миллилитр. Осымен есеп аяқталды. Келесі тапсырма: блоктардың қайсысының тығыздығы үлкен? Ең бірінші мына нәрсені айтайық. Біз литрді қалай метр кубқа айналдырамыз? 1 литр ол бізде 1 көбейту 10-3 дәрежесі метр куб болады. Ал енді тығыздықтың формуласы ол біз білеміз, массаның көлемге қатынасы. Енді тығыздықтарын табайық. Әрненің А блогының тығыздығы ол ро тең болады. Массасы 100 килограмм. Қараңыздар, 50 литр дейма, 50-ді жазасыздар, и оның қасына 10-3-ті көбейтесіздер. Сонда 100 бен 50 кетеді, 2 болады. Мынау 2 10-3 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб болады. А блогынікі. В блогының тығыздығын табайық енді. В блогының тығыздығы ол массасы 100. Қара, 20 литр ма, значит 20 көбейту 10-3 дәрежесі болады. 100-ді 20-ға бөлсеңдер 5 болады. Сонда 5 көбейту 10-3 былай көбейтілсе, ол 10-3 дәрежесі болады. Плюс болып кетеді. Килограмм бөлу метр куб болады. Енді С блогы, оның тығыздығын қалай табамыз? Ол массасы 120. Оны бөлем 20-ға. 20 көбейту 10-3-ке. 120 мен 20 қысқарады, 6 болады. Значит, 6-10-3 дәрежесі килограмм бөлінген метр куб болады. Келесі Д. Ол бізде тығыздығын табайық. Тығыздығы ол текшенің массасы 280. 280-ді бөлемін
40 литр 40 көбейту 10-ның минус 3-ке. 280 мен 40 қысқарады, 7 қалады. Сонда 7 көбейту 10-ның 3 дәрежесі килограмм бөлу метр куб болады. Келесі Е блогының тығыздығын табайық. Ол бізде ро тең болады. 200-ді бөлесіндер 20 10-ның минус 3-ке. Мынау қысқарады, мына жерде 10 қалады. 10 көбейту 10-ның 3 дәрежесі килограмм бөлу метр куб болады. Енді соңғысы F-ның тығыздығын табайық. F блогының ол деген сөз 150-ді бөлемін 50 10-ның минус 3-ке. Мына екеуі қысқарады, 3 қалады. Сонда 3 көбейту 10-ның 3 дәрежесі килограмм бөлу метр куб болады. Енді бізге айтады, тығыздығын өсу ретімен орналастыр десе, бірінші тығыздығы ең кішкентай блоктан бастаймыз. Мына жерде тығыздығы ең кішкентайы ол бізде А болады. А-нікі 2 10-ның 3 дәрежесі килограмм бөлу метр куб, значит 2000 ғой. Келесі ең азы ол мынау F. Екіншісі бізде F. Ал енді келесі ол бізде мынау В. Келесі В болады. Одан кейінгісі С болады. Одан кейінгісі Д болады. Одан кейінгісі Е. Тығыздықтарын өсу ретімен орналастырдық. Келесі тапсырма: алюминий текше көлемі 550 см куб болғанда массасы 1100 грамм болады дейді. Бұл текше тұтас па, әлде қуыс па? Бізде көлемі 550 көбейту сантиметр куб, метр кубқа айналдыратын болсаңдар, 550 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі метр куб болады. Ал енді оның массасы 1100 грамм. Енді граммды килограмм айналдыру үшін мыңға бөлесіңдер ғой. Ол деген сөз 1/1 килограмм болады. Енді ол алюминий текшенің, бізде осы текшенің тығыздығын табамыз да, сөйтіп алюминийдің өзінің тығыздығымен салыстырамыз. Бірінші роны табайық, ол массаның көлемге қатынасы, значит 1/1-ді бөлесін 550 10-ның минус 6-ға. Значит 1/1-ді бөлем 550-ге. Ол бізде 0,2 10-ның 6 дәрежесі килограмм бөлу метр куб болады. Енді қараңыздар, бұл деген сөз 2 көбейту 10-ның 3 дәрежесі килограмм бөлу метр куб, немесе 2000 килограмм бөлінген метр куб болады. Ал енді осы тығыздықты алюминийдің өзінің тұрақты тығыздығымен салыстырайық. Мынау алюминий. Қараңыздар, алюминийдің тығыздығы 2700, мына жаққа 2700 жазып қоямын. Ал біздің тапқан тығыздығымыз 2000. Значит, мынау 2700 көп болады. Значит, мына текшені іші қуыс деген сөз. Текшенің іші қуыс, жауап қуыс болады. Осымен 3 тапсырма аяқталды БЖБ-ның.